Так, камни жетпістікке түйінек маған өте қатты ұнады. Мына жақты бәрін дешкі қылсақ қойды ғой. Бен неге үлкен алғысым шексіз. Так, осы көлікте енді бір косой жосымен көрсету керек еді. Косойға өте қатты ұнайды деген ойдамын. Так, үйдің артына бір демалып қайтпасам, арқайын әйтпесе жаңадан бері түйінекті күтіп шаршап кеттім дегендей. Бүгін ауа райы өте тамаша болып тұр ғой. Осы жерге келсем білмеймін, балалық шағым есіме түсіп кете береді. Кезінде бір әкем маған осындай бір сыйлық жасаған еді. Бір компьютер пішіне алып, сол есіме түсіп кетті ғой. Ал енді сіздерге қызық болса, кішкентай кезімді оқиғалап айтып берейін. Достар, білесіздер ме, әкем маған 3 жасында Рекс атты күшік сыйлаған. Мен сол кезден бері Рекспен дос болып келемін. И әлі де доспын. Ол менің ең жақын достарымның бірі. Қазір оқиғаның басынан бастап айтып беретін боламын. Кішкентай Джонни, әкең келді. О, әке, сіз келдіңіз ба? О, әке, мен сізді қатты сағындым, білесіз ба? Сіз маған жұмыстан келдіңіз. Мен сізді 15 күн күттім ғой. Сіз ерте келем дегеніңіз қайда, әке? О, балам, өсіп қалыпсың ғой. Мен саған жұмыстан көп подаркалар алып келдім. Ол қазір көкеңнің машинасында кетіп қалды, қазір алып келетін боламын. Қазір үйге кіріп бір документтерімді алып шығайын. Мен де сені қатты сағындым. Әке, көптеген подаркалар дейсің ба? Жақсы болды ғой. Рекс, енді бізде подаркалар бар. Жақсы балам, мен онда үйге кіріп шай ішіп документтерімді алып шығайын. Кішкентай Джонни, не дейсің? Бізде енді көп подаркалар боламаны? Я, Рекс, бізде көп подаркалар болады. Енді ол подаркаларды алу үшін тәртіпті болу керек, себебі қазір әкем документтерді алып и подаркаларды алып келетін болады. Кеттік біздер онда тығылыспақ ойнайық. Давай, Рекс, жұм бар, тығылыспақ ойнайық бірге. Жақсы, жұма, не олырдай сонша? Неге үнеме мен жуа берім? Ой, мына кішкентай жүнен бар, маған жұмғызып қоя береді ғой. Немені кішкентай неттірмі өзінше. Жақсы, жұмсам жұма салайын. Зато қазір подаркалар жейтін боламын. Так, достар, біздер қайда тығылсақ болады екен? Так. Мен үйдің артын тығылып қалсам өте керемет болатын сияқты примерно. Ал пайы мені Рекс таппайтсақ та, өз жерге тұрып алайын. Рекстің көзі көрмейтін шығар, мені көрмей ағат шығар деп ойламын. Так, кішкентай Джонни, мен сені іздеуге шықтым. Мен санап болдым. Так, біздер шөптің арасын қарап жіберейік. Шөптің арасында ешкім жоқ. О, жақсы, онда біздер үйдің артына кеттік. Кішкентай Джонни көп тығылатын еді осы жаққа. Так, мына жерде жоқ. Ана жерде тұр ғой кішкентай Джонни. Так, асықпай, артынан барып шошып жүрмейін ба да? Так. Кішкентай Джонни, мен сені таптым. Рекс, сен мен шошып жүрдің ғой, қорқып кеттім ғой. Кішкене айтпайсың бе қатқаныңды? Так, Рекс, сен мен теста болдың да, енді мен жұман болсам да, қалай болсам да мен негізі жақсы талып едім. Жақсы, жұма салайын онда. Так, онда күкте тұр Рекс, мен көзімді жұмам, ал 1, 2, 3. Так, кішкентай жүнен тауып алдық, енді бізге өзімізге тығылу керек. Қайда тығылсам болады екен? Так, көрші үйіне тығылып қалсам екен. Бірақ таба алмайды ау. Үйті бұл жаққа да бар ғой, өткені өте қауіпті дейді ғой. Жақсы, онда осы шөптердің арасына тығылып қалайын. Все, мен іздеймін, Рекс, қайдасың? Так, Рексті қайдан іздесем болады екен, а? Так, Рекс, қайдасың? Рекс, Рексті қайдан тапсам болады екен, ема. Мына шөптің арасын қарап көрейін.
шөптің астында ешкім жоқ. Так, енді Рексті қайдан табам? Рекс дейтін кәдімгідей тығылып қалыпты ғой да, көрінбей. Жақсы, мына жақтан іздейін. Ей, шөптің астында ешкім жоқ. Бірдеңе көрген сияқты болдым мен. Так, мына жерде біреудің аяғы тұр ғой. Сіздер де байқадыңыздар ма? Ей, мынау Рекстің аяғы емес пе? Рекс, тауып алдым мен сені, шық, Рекс. Ей, Рекс, мен сені тауып алдым, шыға бер. Ой, кішкентай Джонни, тауып алдың ба не? Ема, бірақ мен сені бұдан да тез таптым ғой да, мойнындашы. Конечно, Рекс, сен кәдімгі тылық қойды екенсің ғой. Енді өзім ғой, ты чо? Жақсы, кеттік ендеше үйдің артына бір ойнап қайтайық, аулаға шығып дегендей. Көп болды ғой біздің далаға шықпағалы. Я, кеттік, ойнап қайтайық. Все, жақсы, кеттік. Артынан ер онда, Рекс, давай, кеттік. Так, жақсы, кішкентай Джонни, давай, Рекс, давайте мен қазір подаркілер алып келетін боламын сендерге. Давайте, в общем, үйдің артында ма ойнайсыңдар ғой. Кішкене күттіңдер, жарты сағаттан кейін сендерге өздеріңнің подаркілеріңді алып келетін боламын. Я, әкешім, біз сіздерді күтеміз. Тек бірақ тез кел. Все, давайте онда мен кеттім. Так. Все, әкеміз кетті. Ендеше кеттік бірге ойнайық, Рекс, артынан ер. Так, қайда барсақ болады екен? Мына көршілердің үйіне кіруге болмайды, себебі ағайындары, яғни ойбай ағайындары емес құрсын. Көршілер біздің өте қатал, сол үшін біздерге осы жаққа кіруге болмайды. Бізді ұрып тағы да бірдеме етіп ұрлап кетсе, өте жаман болады. Маған анашым мына жаққа кірме деген. Рекс, кеттік, мына жаққа барайық. Рекс, неғып тұрсың, жүрші. Все, Рекс артынан кәтсің бер, все, кәтсің ғой да. Кеттік деші, мына жаққа барып көрейікші. Алдында мен осы жаққа бірлік барғам, тағы да барғым келіп кетті. Айтпақшы, мұн жақта деген қояндар өте көп. Рекс, кеттік, қоян аулаймыз ба? Ай, бірақ қоянға жету қайда? Әне қашып батыр, кеттік. Артынан қояқ, Рекс, кеттік. Ема, мына жақта қояндар өте көп. Бергелі қоян. Ұстай алмай қалдым, ема. Бергелі. Мәна. Қашып кетті о. Ойбу, достар, қашып кетті мына қоян. Ұстай алмай қалдық. Ема, енді қайтын тапсақ болады екен қоянды. Так, таудың басына тағы тұрған сияқты қоян. Әнжет тұрған сияқты қоян. Ема, мынақа негізі мен көп келмеппін, достар, сол үшін кішкене білмей отырмын. Кетті, Рекс, қоян алаймыз да. Жүр, кішкентай Джонни. Кетті, Рекс, артынан ер. Міне, менің күнім осылай өтіп келеді. Мен Рекспен күні бойы қоян аулап, осылай бірге Рекспен ойнағанмын. Сіздерге менің оқиғам ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесіде басқа өте қызықты оқиғаларды айтатын боламын. Менің кішкентай кезімде өте қызықты оқиғалар болған. Мені бандиттер ұрлап кеткен, соның бәрін келесі бөлімдерде айтатын боламын. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуларыңыз керек. Себебі менің оқиғаларымды жіберіп алмас үшін. Ал енді тіркеліп болдыңыз ба? Ой, онда рахмет. Раднолар, сіздер ендеше келесі бөлімді күтіңіздер. Сіздермен болған мен Брейн арнасы және де Джонни и давайте.